Қазақстан 147 ішінен 30 шығып, 50 елдің қатарына кіріпті дегенде айтып жатыр. Енді Қазақстан 140 елдің ішінен ең бақытты ел деп 33-ші орында екен. Бұрынғы Совет одағынан шыққан елдердің арасында ешкім ілесе алмапты оған деген бақытты ел деген бір нәрселерді шығарып алып соны қайта айтып жүрді. Осыны айтқан адамдар, сендер айналаларыңа қараңдаршы, көздеріңді ашып. Аспанға шығып алып түсе алмай жүрсіңдер ме, немене? Қайдағы бақыт? Бастарыңды айландырып жүрген. Халықтың тұрмысына қарамайсыңдар ма? Бақытты болса, ана чиновниктер бақытты шығар. Бақыттан бас айналып жүрген, миллиардтаған ақшалары бар. Анда ұшып, мында ұшып. Шетелде жүрген қазақтар шығар. Жемқор шенеуніктердің туысқандары. Бақыттан бастары айналып жүрген. Өздерің бақыттан бастарың айланғаннан кейін елдің бәрінің бақыттан бас айналып жүр деп ойлайсыңдар ма? Көздеріңді ашып айналаларыңа дұрыстап қараңдар. Өйтіп елді алдамаңдар, өйтіп жалған не тудырмаңдар. Қазақстан ешқашанда 50 елдің қатарына кіре алмайды. Жолдарыңа қарабаңдар, быт-шыт шығып жатқан. 2 күннің бірінде авария болып, быт-шыт болып, жолда өртеніп жатқан көліктеріңе қараңдар ана. Ескі анау 2010 жылғы 15-20 жылғы көліктерді алып кеп 10 миллион, 5 миллион, 7 миллион, 20 миллион деп сатып жатқан өздеріңе қараңдар оны. Саудагерлерінің түріне. Қараңдар айналаларыңа дұрыстап. Сонда көресіңдер, бақытты ма, бақытсыз ба? Дұрыстап бірдеңені айтпас бұрын адам деген ойлануы керек қой. Алаулатып, жалаулатып, соны қайта айтып. Енді кедейшілік жайлаған ел бұл. Бұл Африканың деңгейіне түсіп кеткен 3-ші дәрежелі ел. Қайдағы 33-ші орында айтып жүрсіңдер сендер? Ұят емес пе? Елдің көзін бақырайтып қойып тұрып, кім сендердің сол сөздерге сенеді деп ойлайсыңдар? Айтқанда, ана былай айтқан екен біреу. Өтірікке сенбе дейді, өтіріктің қисынына сен дейді. Өтірік айтсаңдар да қисынға келтіріп айтпайсыңдар ма? Мына Совет өкіметінің кезінде де сөйтіп айтатын. 90-шы жылдарда коммунизм болады. Коммунизм материалдық, техникалық базасын жасап жатырмыз. Біз коммунизм құрылысшыларын тәрбиелеп жатырмыз деп мұғалімдер сөйлейтін. Коммунизм құрылысшыларын тәрбиелеу жолында біздің ұстаздарымыз ұйымшылдықпен еңбек етіп жатыр деп солай баяндама жасайтын директорлер. Коммунизмнің несі өтіп кеткен ғой енді. Насихаты өтіп кеткен әбден. Сол сияқты бастарынан Назарбаевтың, Тоқаевтың жалған насихаттары өтіп кеткен ғой деймін миларыңнан. Миларыңды тазалап, сонан кейін барып сөйлеңдер де, елдің миын ашытпаңдар, ұят болады.